Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкей өмірі мен шығармашылығымен танысатын боламыз, және де Тортай мінер Ақбозат әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты Оралхан Бөкейдің өмірі, шығармашылығы және де Тортай мінер Ақбозат әңгімесімен танысамыз, және де әңгімедегі кейіпкерлердің іс-әрекетін талдау барысында өмір шындығымен танысып, шығармадан алған білімдерімізді қорытамыз. Бүгінгі сабақтың білімді бағалау жүйесі, яғни ол сабаққа қатысу 1 балл, белсенділік үшін 1 балл, өзін-өзі тексеру сұрақтары 1 балл, сабақ бойынша өз пікірін айту және үй тапсырмасын орындау 1 балдан бағаланатын болады. Яғни бұл бүгінгі сабақтың бағалау жүйесі. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды еске түсіріп, ой шақыру әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Біз өткен сабақта Олжас Сүлейменовтың өмірі мен шығармашылығы туралы танысқан болатынбыз. Бірінші сұрақ. Олжас Сүлейменовтың қандай өлеңдері мен поэмалары жинақтарын білесің? Екінші сұрақ. Қандай ғылыми зерттеу еңбегі бар? Міне осындай қысқаша сұрақтарға жауап бере отырып, өткен сабағымызды түйіндеп, тиянақтайтын боламыз, және де еске түсіреміз. Осы сұрақтарға балалар жауап іздеп көріңіздер. Балалар, біз осы оқу жылында еліміздің түкпір-түкпірінде туып өскен ақын жазушылармен таныстық. Ал бүгін танысатын жазушы ағамыз Оралхан Бөкей. Жазушының өмірі, шығармашылығы мен және Тортай мінер Ақбозат әңгімесімен танысатын боламыз. Өмірімен таныспас бұрын мен сіздерге Ғафу Қайырбековтың бір шумақ өлеңін оқып бергім келіп отыр. Өзгеше біткен қазақтың өнерпаз ұлы дара бір. Жасадың ғұмыр аз ақ күн, жасамай елу және бір деп Ғафу Қайырбеков Оралхан Бөкей туралы осындай бір керемет шумақ өлеңдерін жазған екен. Ал Оралхан Бөкей өзінің туған жеріне деген, туған еліне деген сүйіспеншілігі өте жоғары болған. Өзінің туған жері туралы былай деп жазған екен. Айналайын алтайым, осы құдіретіңнен, осы келбетіңнен, осы гүліңнен, осы жұпарыңнан айырылып қала көрме. Өйткені мен сені сүйемін, өйткені мен сенің перзентіңмін, өйткені жаһанда саған жетер салтанатты жер жоқ деп өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігін Оралхан Бөкей осылай жеткізген екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға көшейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей дегенбіз, Оралхан Бөкей драматург, жазушы, аудармашы, сөз зергері, журналист, еңбек туы газетінде корректор болып, Қазақстан мемлекетінің сыйлығының лауреаты болған, және де Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарған екен. Оралхан Бөкей өмір шығармашылығына келетін болсақ, 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында қарапайым еңбек адамның отбасында дүниеге келген. Әкесі Бөкей көп сөйлемейтін, сөйлей қалса сөзі өткір, қанжардай қиып түсетін, сөзге шешен, астарлап сөйлеп өз ойын дәл жеткізетін, жаны таза адам болған. Ал анасы Күлия, көреген ділмар, аузын ашса көмейі көрінетін ашық кісі болған. Үнемі топ бастап жүретін, қажет жерінде қиыннан қиыстырып өлеңде шығаратыны болған. Енді біз осы Оралхан Бөкейдің өмірі мен ғұмыр баяны туралы, шығармашылығы туралы қысқаша бейнебаянды бірге көріп тамашалайық. Алтай Оралханның туған жері. Кербұға өтпелі өмірдің символына айналған әйгілі кейіпкері.
Осы екі ұғымда әркез жазушы тағдырымен астасып жатады. Ол бар жоғы 50 жылға жетпейтін ғұмыр кешті. Бірақ буырқанған талантының арқасында артына өшпестей мол мұра қалдырды. Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Катон Қарағай ауданындағы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Ауыл мектебінен соң қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін тәмамдаған. Кейін аудандық еңбек туы мен облыстық коммунизм туы, республикалық леншіл жас жұлдыз қазақ әдебиеті газет журналдарында еңбек еткен. Өмірінің соңғы жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редактор қызметін атқарған. Терең ой мен өршіл сезім үйлесімді өрілген шығармалары мен өзгеше қолтаңбасымен дараланған Оралханның кейіпкерлері ешкімге ұқсамайтын ерекше сөз саптасы мен асқақта жұмбақ мінезімен ерекшеленеді. Оралхан Бөкей Николай Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың, біздің жақта қыс ұзақ повестер жинағы үшін Абай атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан жастар одағы сыйлығының, Молодая гвардия, жалын баспалары сыйлықтарының иегері атанған және құрмет белгісі орденімен, Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің құрмет грамоталары мен медальдармен марапатталған. Оралхан Бөкей 1993 жылы 17 мамырда Үндістан елінде іс-сапарда жүргенде дүниеден өтті. Оралхан Бөкей оқырман қауымға алғаш рет 1967 жылы Жұлдыз журналында жарияланған Шұғыла және сол жылы Ленші жас газетінде жарық көрген ардақ әңгімелерімен танылды. Одан соң 1969 жылы Іңкәр повесі Жалын журналының тұңғыш нөміріне басылған. Жазушының Қамшыгер атты тұңғыш жинағы 1970 жылы көпшілікке ұсынылды. Оралхан Бөкей нәзік сезім мен романтикалық рухты қатар өріп отыратын ойлы шығармалары мен әдебиетте өзінің айқындап, жазушылық қолтаңбасын тапты. Оның үркер, қайдасын қасқа құлыным, мұзтау, ән салады шағылдар, үркер ауып барады, біздің жақта сузақ әңгімелер мен повестері, өз отыңды өшірме, атау кере романдары, құлыным менің пьесалар жинағы, өнерге өлердей-ақ ғашық едім эсселер жинағы жарық көрген. Құлыным менің, қып-қызыл майдан, текетірес, қарғызы, зымырайды поездар тағы басқа драмалық туындылары қазақ театрларының сахнасында қойылып келеді. Оралхан Бөкейдің шығармалары дүние жүзінің көптеген тілдеріне аударылып, әлемге кеңінен танылған. Міне балалар, өздерің көріп өткендей, біз жазушының шығармашылық ғұмыр баянымен таныстық, өмірі мен әдеби еңбектерімен танысып өттік, марапаттары және де қызмет жолы туралы мәліметтер алдық. Енді мына жерде сіздерде жазбашада берілген осы жазбаша мәліметтермен де таныссаңыздар болады. Бүгінгі сабақтың глоссарийі дүниетаным, суреткердің дүниеге, қоғам мен адамның қарым-қатынасына, табиғатқа, өмірге деген көзқарастарының ұстанымдарының қалыптасқан жүйесі. Эстетикалық идеал, суреткер дүниетанымымен байланысты эстетикалық кемелділік туралы ұғым. Очерк, әлеуметтік қоғамдық өмірдің өзекті мәселелерін арқау еткен публицистикалық шығарма түрі. Қолтаңба, бұл жерде шығармаларындағы өзіндік ерекшелігі, стильдік өрнегі деген мағынада. Текетеріс деген сөз бірін-бірі жеңе алмаушылық, басым түспеушілік деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, біз басында Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат деген әңгімесімен танысамыз деген болатынбыз. Жазушының шығармашылық өмірімен таныстық. Енді осы Тортай мінер Ақбозат әңгімесіне көшетін болсақ, әңгіменің бірінші бөлім оқиғасы туған жер табиғатын суреттеуден басталады. Мысалға айтатын болсақ, жазушы былай деп суреттеген: шілденің ортасы болса да, бұл жер қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма-шуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар, аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Бұл суреттеу арқылы автордың балалық сүйкімді сезім мен табиғат тынысын темірене
тебірене тамашалайды. Ал жазушы бұл шығармада тағы да жаңағы кейіпкерлер жайлы былай деп айтылған екен. Негізгі кейіпкер жазушының өзі. Біздер балалар, былай дейді, күні бойы өгіз үйретіп бұзау жаямыз. 3 уақыт сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле алтыбаған құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, бұлардай шулап ойнап жүргеніміз. Автор ол аса бір ілтипатпен туған жерін суреттей отырып, әңгіменің кейіпкері жас баланың балғын бәл-дәуренін сол кездегі, яғни соғыстан кейінгі ауыл тіршілігіне алып келеді. Соғыстың салдарынан әке-шешесіз қалған балалар әр ауылдан да табылатын. Бас кейіпкер Тортай қиял еліне сапарға шығуды өте қатты ұнатады. Қиял елінен жерге түскен соң Тортай енді түсін айтады. Бала қиялындағы ақбоз атты түсінде көк өгізінің арғымаққа айналып, жер тарпып, кісінеп тұрған кейпінде көреді. Тортай тағдырдың ауыртпалығын жастай сезініп, өз қатарластарына қарағанда ерте есейген бала. Ата-анасынан қатар айырылып, өмірдің тәрбиесін алып жүрген. Тортай қатарының үлкені және алды десе болады. Тортай туралы мінездемені автор былай көрсетеді. Ымырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүргеніміз. Әке-шешеден тым айырылып алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас, жуас, құлағының сәл мүкісі бар. Бала болып көп ойнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе соны талғамсыз оқитын. Тортай арамыздағы білгішіміз, аузымызды ашып тыңдар абызымыз сияқылды. Оның ауылдың өзге балаларында емес, көп ойнамайтын, жасқаншақ мінезді, бірақ нағыз еңбекқор екенін автор осы бір үзіндіде айтып кетеді. Автордың өзі айтқандай, Тортай зерек, таңды таңға атырып, армандап, қиял әлемін шарлаған бала ағалық ақылды да айта алатын. Бұл дүниеде мен пір тұтар сырласар жалғыз ақ нәрсем бар. Ол кітап. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Әттең, жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді, деп арманын білдіреді автор осы сөздер арқылы. Тәрбие мен ақылды кітапта алып, кітапты ғана азық етеді. Толығырақ мәліметті астыда көрсетіліп тұрған ссылка бойынша тауып оқуларыңызға болады. Енді балалар, осы Тортай туралы біз мінездеме алдық, мінезімен Тортай туралы таныстық. Енді сол алған біліміміз бойынша жинақтау әдісіне көз салып, Тортайға сипаттама берейік. Тортай іс-әрекеті, сыртқы бейнесі, мінезі, қызығушылығы, әлеуметтік жағдайы, Тортай нені жақсы көрді. Міне осындай сұрақтарға біз жауап бере отырып, Тортайға сипаттама береміз. Бұл жинақтау әдісін өздеріңіз дәптерлеріңізге толтырып жауап бересіздер. Дәптерге жазамыз. Келесі кезекте әңгіменің мазмұнын талдап көретін болсақ, бұл жерде әңгіменің аталуы Тортай мінер Ақбозат, авторы Оралхан Бөкей, тақырыбы жетім өмірі, идеясы жас бозбаланың биік арманының соғыс салдарынан орындалмай қалуы. Кейіпкерлер Тортай мен фермер баласы. Қай кезеңде суреттейді? Соғыстан кейінгі жылдарды. Әңгіменімен аяқталады, Тортай арманына жете алмады. Неге жете алмады деп ойлайсыңдар, балалар? Себебі Тортай жазушы болғысы келген. Бірақ ол арманы орындалды ма? Жоқ, орындалған жоқ.
ол жазушы бола алған жоқ. Сол ауылда сол қалпы мал бағумен қалды, иә. Қай кезеңде суреттейді дейді, бұл соғыстан кейінгі жылдарда суреттелген. Біз оны әңгіменің басында жазушының айтып өткен суреттеулерінен байқауымызға болады. Солай ғой. Енді ойымызды қорытындылап, алған білімімізді жинақтау үшін ой қозғау стратегиясы бойынша балалар сұрақтарға жауап беріп көрейік. Тортай кім? Ол қандай бала болған? Осы жерге Тортайдың кім екендігін оған біраз мінездеме беріп жазып өтеміз. Әңгімеші бала мен Тортайдың достығы қалай сипатталған? Әңгімеші бала деп отырғанымыз, ол осы әңгімені жазып отырған автор. Солай ғой. Ораштың бойынан қандай қасиетті байқауға болады? Ораш деп отырғанымызда осы әңгіменің авторы. Тортай қандай бала? Ол нені армандаушы еді? Яғни балалар, бұл жерде сіздер әңгімені толық нұсқасымен танысып оқуларыңыз керек. Сол кезде осы сұрақтарға жауап бере аласыздар. Сабақты қорытындылау. Бүгінгі сабағымызды Әбіш Кекілбаевтың сөзімен түйіндесек болады, балалар. Оралхан Бөкей 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең сүйікті, ең сүлей суреткерлерінің бірі ретінде әлемдік танымалдыққа ие болды. Алыс жақын елдерде аты қазақ деген сөзбен қабаттаса айтылатын азғантай тұлғалардың біріне айналды деп Әбіш Кекілбаевтың сөзімен түйіндеуімізге болады сабағымызды. Келесі кезекте инсерт кестесін толтырамыз, балалар. Бұған дейін біз не білдік, осы сабақта не білдіңіз және нені білгіңіз келеді деген сұрақтарға жауап жазамыз. Үйге тапсырма, әңгімені қалай аяқтар едіңіз? Өзіңіздің ойыңыз қалай? Сіз жазушы болсаңыз, әңгімені қалай аяқтар едіңіз? Осы жайында шағын ой толғау жазасыздар. Екінші тапсырма, кейіпкерлер мінезін талдау. Яғни, Тортай кейіпкерді аламыз, және де әңгімеші бала немесе фермер баласы деп екі кейіпкерді алып, олардың мінезі қандай және де өз ойыңыз қандай. Осы туралы жазып, кестені толтырамыз. Және де Вен диаграммасы. Жусан иісі повесіндегі Аянның мінезі қандай? Және Тортай мінген Ақбозат атты әңгіменің Тортайдың мінезі, оған сипаттама беріп шығамыз, және екеуінің ұқсастығы неде? Міне осындай үйге берілген тапсырманы балалар орындап, дәптерлеріне жазып, 7-ші аптаның дотына ілеміз.